Қайырлы күн достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің атым Перизат Бауыржан қызы. Мен сіздерге бүгін ең өзекті тақырыптармен ашық бөлісетін боламын. Егер ұнап жатса, лайк басып, пікір жазып, сұрақтарыңыз болса да міндетті түрде қойыңыздар. Мен сіздердің әрбір кері байланыстарыңызды күтетін боламын. Сәлем достар, бүгін біз қазақ отбасында ақша туралы ашық сөйлесудің неге аз екенін және оның балалардың болашағына қалай әсер ететінін бірге қарастыратын боламыз. Ғылыми зерттеулермен нақты цифраларға сүйене отырып талдайтын боламыз. Неліктен ақша туралы сөйлеспейміз? Неге біздің қазақ отбасында осы тақырыпқа кішкене қорқақтау қараймыз? Мәдениет және дәстүр. Қазақстандағы дәстүрлі отбасыларда ақша мәселесі жеке деп саналады. Ашық сөйлесуге әдет жоқ. Бұл тақырып жабық күйінде қалып отыр, иә. Ғылыми зерттеуге сүйенетін болсақ, World Bank 2022 жылдың дерегіне сәйкес Қазақстанда отбасылардың 65% қаржы мәселелерін балалармен ашық талқыламайды екен. Сол сияқты ақш-та бұл көрсеткіш шамамен 30-35%, яғни Қазақстаннан қарағанда 2 есе көп. Балаларға әсері қандай? Ақша сауатының төмендігі. Яғни зерттеулер көрсеткендей, ата-анасы қаржы туралы сөйлеспейтін балалардың жинақтау дағдысы 25-30%-ға төмен екен. Екінші, болашақ табысқа әсері. Гарвард бизнес университетінің 2009 жылғы зерттеуіне сәйкес, балаға ақша құндылығын үйреткен ата-ана балалардың болашақ табысына 20-30 есе әсер етеді екен. Үшінші, әрине ол қаржыға тәуелділік. Ашық сөйлеспейтін отбасыларда балалар ересек өмірде қарызға тез батады, немесе бюджетті дұрыс жоспарламайды. Әлемдік тәжірибе не дейді? Жалпы Жапония ата-аналар қаржы әңгімесін 7-8 жастан бастайды. Балалары қаржы сауаттылығы жоғары, қарызға мүлдем кірмейді, және де ақша жинау қабілетін дағдысын қалыптастыра алады екен. Ал Швецияда балаларға ойын арқылы ақша үйрету, жинақ және инвестиция дағдылары ерте дамиды. Ал Қазақстанға келейік. Қазақстанда көбінесе 15-16 жасқа дейін қаржы туралы ештеңе айтылмайды. Мектепте ғана теориялық білім беріледі деп әлі жоспарланып жатыр, бірақ та отбасында да, қоғамда да ақша туралы мүлдем айтылмайды. Қазақ отбасыларындағы ашық сөйлесудің пайдасы балаларға ақша туралы айту керек. IQ, EQ-дің оң әсер етеді, бюджетті жоспарлау, шешім қабылдау қабілеті дамиды. Табысқа ықпал етеді, болашақта өз қаржыны дұрыс басқаруды біледі. Үшінші, қарыздан сақтайды, несие тәуелділік азаяды. Бұл жерде енді ұсыныс айтқым келеді, ата-ана аптасына 15-20 минут қаржы тақырыбында ойын немесе сұхбат міндетті түрде жүргізіп отыру керек, себебі балаңыздың болашағы үшін. Қазақстанда көп отбасы ақша тақырыбын жабық ұстайды. Бұл балалардың қаржы сауатына кері әсер етеді. Негізі ғылыми зерттеулер дәлелдейді. Ашық қаржы әңгімесі балаларға IQ болсын, EQ және болашақ табысқа оң әсер береді. Кішкентай ғана қадамдар аптасына 10-15 минут сөйлесу үлкен нәтижеге алып келеді. Сондықтан ақша тақырыбын өзіңізбен бірге балаларыңызбен ашық талқылап жүретін болсаңыздар, болашақта балаларыңыз қаржылай еркін, қаржылай сауатты болады. Жалпы осындай тақырыптар сіздерге қызық болса, міндетті түрде комментарийға жазып, лайк басып кетіңіздер. Мен сіздердің қолдауларыңызды күтемін.